Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен қазақ тілінде көпшілік білмейтін жануарлар атаулары туралы айтатын боламын. Кейбір жануар атауларын халықаралық атауы бойынша қолданып жүрміз. Бірақ олардың қазақша баламасы барын бірі білсе, бірі білмейді. Бұл жануарларды қалай атаймыз? Бүгінгі видеомыздан біле аласыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Келесі тақырыпта сүйінші сөзі қайдан пайда болғаны туралы айтатын боламын. Қазақ тілінде көпшілік білмейтін жануарлар атаулары. Пингвин. Бұл сөздің қазақша аудармасы балпанақ. Бұл қолданыс Байынқол Қалиевтің қазақ тілінің түсіндірме сөздігі атты 2014 жылы жарық көрген еңбегінде қолданылады. Жираф. Бұл сөздің қазақша аудармасы керік. Бұл сөз қазіргі таңда белсенді қолданылып жүр деп айтуға болады. Бегемот. Бұл сөзді қазақшалағанда сусыйыр деп айтамыз. Бегемот та сусыйыр да жарыспалы түрде қолданылады. Крокодил. Бұл сөздің қазақша атауы қолтырауын. Қазір қолданыста белсенділікке ие бола бастады деуге болады. Зебра. Ал бұл сөздің қазақша аудармасын ешкім қолдана бермейді. Бірақ орысша, қазақша сөздікте зебраның аудармасы ала құлын деп аударылған. Сіздермен болған Әсемнұр. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.